Сәлем оқырман. Айгүл мен Гуджан Дубайға кеткен болатын. Жалғыз өздері емес, қасында бірнеше ер балалар да бар көрінеді. Көбінің сұрағы: Айгүл, балаларыңды қайда қалдырдың? Неге ойламайсың оларды? Деген сияқты. Оқырмандардан осындай хаттар да келіп жатыр. Төменде жазылған кейбір пікірлерге назар аударыңыз. Бір мұрын бет барлығы қосылып кеткен дефекті бетінде, мына әйелдің деп сырт келбетін қатты сынға алғандар да табылып жатыр. 2. Айгүл, не істесең де өз еркің. Бірақ етегіңді жапшы. Енді жас қыз бола алмайсың деп өмірлік таңдауына араласқысы келетіндер бар. 3. Айгүлде, Тауиржан да баламыздай балалар ғой. Егер қосылып жатса, бақытты болсын деп шын жүректен тілектес болған пікірлер де бар. 4. Осы жұп үшін қараймыз, қосылайықшы тек. Дегендей оларды сүйікті жұп ретінде қабылдаған оқырмандар да жетерлік. 5. Мә қызық, Айгүл қатынның үстінде шолақ көйлек, аяғында кроссовки. Не киерін білмеген ғой, киім үлгісін сынағандар да жоқ емес. Қорытынды. Бұл пікірлер әркімнің көзқарасы мен өмірге деген қатынасын көрсетеді. Бірақ кез келген адам, оның ішінде Айгүлде, жеке өміріне, стиліне, шешімдеріне өзі жауап береді. Біз сырттан сын айтып, шабуыл жасаудың орнына бір-бірімізге түсіністікпен қарағанды үйренуіміз керек. Жағдайдың тағы бір қыры Гуджан мен Айгүлдің ара қатынасы. Кейбір оқырмандар олардың бірге жүрген видеоларынан, қылықтарынан, көзқарастарынан бір ерекше үндестік байқағандарын айтуда. 6. Гуджан мен Айгүлдің көзқарасы бір-біріне деген махаббатты көрсетіп тұр деп, арасында сезім бар екенін меңзегендер көп. 7. Гуджан нағыз ер азамат сияқты көрінді. Айгүлге тірек болып жүргені ұнайды деп Гуджанды қолдайтындар жетерлік. 8. Кіммен барса да, қайда барса да, өз еркі. Бізге не? Деп бейтарап, бірақ ақылды пікір айтушылар да бар. 9. Айгүлге қарап, қазіргі әйелдердің көпшілігі өзіне сенімді болуды үйреніп жатыр деп оны мотивация ретінде көретіндер де бар. Әлеуметтік желідегі реакциялар әртүрлі, бірақ бір нәрсе анық. Айгүл мен Гуджан адамдардың назарын өзіне аударта алатын жандар. Бірі оларды сынайды, бірі қолдайды, енді бірі бейтарап көзқараста. Бірақ бұның бәрі көптің көзіндегі танымал болудың табиғи салдары.